Assalamu alaikum туғандар. Алдыңыздарда Honda Fit 2003 жылқы туғандар. Қимылдатқыш көлемі 1.5. 4 дөңгөлек, қышқы дөңгөлек, моторлар, майларын бар, алмашқан дейді, қадойлары туғандар. Башқаша айтқанда зыңқ дейді. Сыртында мына оқшауын кемшілігі бар екен мынаке. Шундай кузовында ғана іші бар, қалған іштері жоқ дейді. Моторлары май жебе түтөйді, азыр ішкі салондарын көрсетеміз, келіңіздер. Гидравлика, электропакет бар туғандар. Мониторлар өз орнына қараңыздар. Мониторлары бар екен. Айнегінде айдоочу жақта бір жараққа кеткен екен мынаке. Поликтерін қараңыздар туғандар. Атайын тіктіртіп қойғам дейді поликтерін. Өзір кейінгі салондарын көрсетеміз. Кейінгі салондарын көріңіздер. Потолоктары, үсті жақтары таза. Поликтері жақшынақай болып, өзіменен жарашып тұрады туғандар. Подсвет болып. Моторларын бір көрсетіп қойыңыз әке. Моторларын көріп қойылы. Моторларын майлары бардық алмашылған дейді туғандар. Қараңыздар. Моторлар өзі де алмашқан, 1.5-ке алмашқан дейді туғандар. 1.3 пеле өзі? 1.5 басылған. 1.5-ке 1.5 басылған. Кемшілдігі ушул кузовын арқасына біраз немесі бар екен, башқа жоқ екен. Машинаны алыш керек, машинаны миниш керек. Алмашу жолы жоқ дейді, варианттар жоқ екен туғандар. Башқаларға бөлішіп қойыз. Автоунаның басы 680 мың, чүріп беру менен болы тұрған басы 650 мың дейді. Башқаларға бөлішіп ой пікіріңіздерді жазып қойыңыздар. Жақса жақты деп жазып қойыңыздар туғандар. Бұл уна, сонун уна деген автосалондо жана Ош шаарында болады.